төрт шарт орындалатын болса, некеде дұрыс болады. Бәлекет келді, кім кінәлі? Өзіңіз. Баяғы надандылық заманның бір көрінісі болып табылады. Олай істеуге болмайды. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Барлық мақтау мадақ Алла тағалаға болсын. Пайғамбар Мұхаммедке салауат пен сәлем жолдай отыра, құрметті ағайын, бір-екі сұрақтарға жауап беруді жөн көріп отырық. Ол неке жайында болмақ. Бірінші сұрақ: некенің дұрыс болуының шарттары қандай? Көп мұсылман жастар, көп адамдардың білмейтін бір мәселелерінің бірі. Сол үшін де бұл мәселеде біз хабардар ету керекпіз адамдарды. Себебі пайғамбарымыз айтады: «Әл-инсану адуун мимма жахилу». Адам өзінің білмеген нәрсесінің жауы дейді. Адам өзінің білмеген нәрсесінің жауы. Немесе «Мән ләм я'рифи шар яқау фиха» дейді. Жамандықтың не екенін білмеген адам сол жамандыққа өзі түсіп қалуы мүмкін. Себебі неке деген бұл не нәрсе деген кезде, бұл ер мен әйелдің бір-бірлеріне көз алмай қарауы, қол ұстасуы, құшақтасуы, немесе бірге болуы, бұл тек неке арқылы іске асатын нәрселер болады. Ал ер мен қыздың арасында неке болмаса, бұл істерді істеу ол жат амал болып саналады. Яғни дінімізде ол рұқсат етілмейді. Ал неке рәсімі соны адал ете тұрған бір нәрсе болып саналады. Сол неке рәсімінің дұрыс болуы шарттары қандай деген сұраққа жауап: дұрыс болу шарттары төртке бөлінеді. Төрт шарт орындалатын болса, некеде дұрыс болады дейді. Біріншісі, некелесіп жатқан адамдардың екеуі де мұсылман болуы. Яғни мұсылман, шариғаттың үкімі мұсылман адамдарға жүреді. Екіншісі, неке қиылып жатқан сәтте куәгерлердің болуы. Шариғатымызда айтады: екі ер кісі, немесе бір ер кісі, екі қыз бала. Үшеуі балиғат жасқа, бұл кісілер балиғат жасқа толған, ақыл есі кірген мұсылман болатын болса, куәлікке жарай береді. Себебі олар да сол неке рәсімін көріп, біз куәгерміз, некелескенін көргенбіз, сол жерде болғанбыз деп Құдайдың құзырында үлкен жауапты өзінің мойнына алады. Сол үшін куәгер болу да оңай емес. Куәгердің де негізі терең алатын болсақ өздерінің міндеттері бар. Бірақ қазір біз шарттар жайында айтып жатырық. Және де үшінші шарты ең маңыздысы, бұны кейбір сәттерде рүкін деп те айтып жатады, және негіз деп те айтып жатады, ижаб уа қабул деп айтып жатады. Ер мен қыздың бір-бірлерін разылықпен қабыл алуы. Ижаб уа қабул. Ижаб, қыз айтады, жігіт айтады: сен менің әйелім, өмірлік жарым боласың ба дейді. Сол кезде қыз бала тұрып, я боламын, я болдым деп жауап берсе, болғаны арасында неке қиылып кете береді. Осы ең маңызды шарт. Екеуі бір-бірлерін зорлап, бір ананы қинап, мынаны қинап, сен менің қызымды аласың, немесе қызға айтып, сен менің ұлыма міндетті түрде тұрмысқа шығасың деп қинап қоятын болса, ол неке болып есептелмейді. Себебі Айша анамыздан жететін пайғамбардың бір үлгілі сөзінде келеді. Айша анамыз айтады: бір күні маған бір әйел келді дейді. Қыз бала келді. Сөйтіп ол қыз бала маған айтты дейді: пайғамбарымыз қайда еді? Мен ол кісіге бір сұрақ қояйын деп едім. Менің әкем өзім разы болмаған еркекке тұрмысқа беріп жатыр мені. Мен сол жайында сұрайын деп едім дейді. Пайғамбарымыз сәл уақыттан кейін үйге келген сәтте, қыз бала өзінің сұрағын қойған сәтте пайғамбарымыз айтады: егер де сен оған разы болмасаң, онда ол шариғат бойынша дұрыс емес. Онда ол неке емес. Әкенің сені қинап біреуге тұрмысқа беріп жіберуге ешқандай да не ақысы жоқ деп айтады. Сол кезде қыз бала тұрып пайғамбарымызға қарап айтады: я Алланың елшісі, негізінде мен әкемнің істеп жатқан ісіне разымын. Менің бүйтіп істеп жатқаным басқа әйелдер, шынында да разы емес болып жүрген қыз балаларға, және де оларға әділетсіздік қылып жүрген әкелеріне үлгі өнеге болсын деп сұрап едім. Осы оқиға, осы болған сөз басқаларға өнеге болсын деген едім дейді. Көрдіңіз бе? Ал куәгерлердің мана екінші шарты пайғамбарымыз айтқан еді: куәгерсіз ешқандай неке болмайды деп айтқан. Яғни бұның барлығы пайғамбарымыздың Құран менен сүннетіне негізделе тұрған нәрсе болып саналады. Және де соңғы төртіншісі не нәрсе? Ол махр деп айтады. Махр дейді, ол сыйлық. Қыз бала қалаған сыйлығын жігіттен сұрауға ерікті. Ол сыйлық, мынау қазіргі шариғат кітаптарында 10 дирхам дейді. Оны қазір есептесе 50 мыңнан аса тұрған ақша шығады екен. Сол 50 мыңнан аса тұрған қалаған өзінің сыйлығын қыз бала ер адамға айтады. Әлбетте пайғамбарымыз айтады: ең жақсы бір әйелдер мағынасында сондай, өзінің күйеуінің шамасына қарап отырып, сол махрды өзіне алатын сыйлықты күйеуінің шамасына қарап отырып айтқан әйел. Күйеуі қарапайым жұмыскер, айына табатын табысы аз, бірақ әйел адам: мен вертолет қалаймын десе, немесе мен үлкен
жаңағыдай үлкен салтанатты сарай қалаймын десе, бұл ер адамға ауыр тиеді. Бір әйел адам қалағанын айта алады. Бірақ пайғамбарымыз мақтаған әйелдердің қатарында, пайғамбарымыз мақтағандардың қатарында болғыңыз келсе, онда күйеуіңіздің шама шарқына қарайсыз. Осы 4 шарт орындалатын болса, онда неке қиылған болып саналады. Ал қалған неке хұтбасын оқу, дұғасын тілеу, оның барлығы қосымша бір сүннет амалдар болып саналады. Бұл некенің шарттары осылай. Енді бізде тағы да бір келесі сұрақ бар. Ол айтады, некеге тұрып жатқан жастар ең алдымен нені білу керек дейді. Шынымен де өте орынды сұрақ. Некеге тұрып жатқан жастар өте бұл істің маңызды екенін білу керек. Біріншіден, неке ол ғибадат. Ол бір Құдайдың құзырында құлшылық. Себебі сіз шариғат бойынша өзіңіздің қосылайын деп жатқан қызыңызбен шариғат бойынша адал күйде неке қиғыңыз келеді. Баяғыда пайғамбарымыз сахабаларына насихат айтып отырып айтқан екен. Әйелдеріңнің қолдарын ұстасаңдар 10 сауап, беттерінен сүйсеңдер, ол 100 сауап. Кейін ол кісілермен жыныстық қатынаста болатын болсаңдар, онда сендерге одан да көбірек сауаптар, немесе 300 сауап деп айтылатын жерлер бар. Сол кезде пайғамбардың сахабалары таңғалып отырып, ол сөздің ұяттығы жоқ бұл хадисте, бұл барлығымыз білу керекпіз. Алланың елшісі, сонда біз осыншама әйелдерімізбен қосылғанымыз үшін, сондай рахат алғанымыз үшін, ләззат алғанымыз үшін да сауап аламыз ба дегенде пайғамбарымыз оларға не деді? Сендер өздеріңнің әйелдеріңмен болған үшін сауап аласыңдар ғой деп айтты. Яғни сен арамнан тыйылып, өзіңнің некемен, ақ некемен адал болған жарыңа жақындап жатқаның үшін сауап аласың. Яғни сен арамнан тыйылған үшін. Сол себепті неке ол ең бірінші арамнан тыйылу мақсат сол болу керек, құрметті жастар. Бірінші сол. Екіншіден, пайғамбарымыз айтқандай, не деді? Ан-никаху суннати, неке ол менің сүннетім. Фаман рағиба ан суннати фалайса минни. Кімде кім бұл нәрседен бас тартатын болса, ол адам бізден емес деп айтты пайғамбарымыз. Яғни ол адамның бізге қатысы жоқ деді. Яғни некелесу ол пайғамбардың сүннеті болса, ал табиғатта ол заңдылық. Қарап отырсаңыз, жас келген кезде үйлену керек, отбасы құру керек деген заңдылық болып қалған да. Ол негізі Алла тағаланың орнатқан заңдылығы. Алла тағала кез келген нәрсені жұп-жұбымен жараттым. Әйел адамдар мен еркекті жараттым, бір-бірлерінде осылай үйленіп, некелесіп, тыныштық табу үшін деген сондай көптеген дінімізде насихаттар бар. Сол үшін неке ол ең бірінші ғибадат, сондай нәрсе болып есептеледі. Пайғамбардың сүннеті. Тағы да бір мақсаты білу керек бола тұрған нәрсе, пайғамбарымыз өз сөзінде айтады: тазауважул валуда әл-вадуд деген. Сендер үйленетін болсаңдар, неке қиятын болсаңдар, не істеңдер? Көп бала туатын, және де өздерін жақсы көрген қыз балаларға үйленіңдер деп айтқан еркектерге. Бұл деген сөз, жақсы көрген деген түсінікті. Өзіңе ұнайды, келбеті өзіңе тартымды болады. Ал көп бала туатын қайдан білесің деген кезде, ғалымдарымыз дейді, анасына қарайсың дейді. Оны бізде қазақта шешесіне қарап қызын ал дейді. Яғни анасына қарап аласың, анасы көп бала туған болатын болса, онда қыз да туады иншалла. Себебі қыз бала анасына ұқсай келеді. Бірақ анасы бала тумаған болса, өзінде бір-ақ қызы бар, соның біреуін сен алдың деген болса, ол тумайды деген сөз емес. Тумайды деген сөз емес. Бірақ пайғамбардың мана насихатына ғалымдардың берген жауабы сондай болмақ. Сол үшін құрметті бауырлар, неке қиятын кезде қыз балаларға да қарау керек. Бізде көбінесе еркек адамның манағы табыс көзіне қарап, мінетін көлігіне қараймыз да, сол нәрсесіне қызығып, қыз балалар кейбір кезде алданып жатып, көп тұрмай жатыр. Қазір сөздің шыны керек, отбасылар көп уақытқа жетпейді. Сол себепті дұрыс тұрғыңыз келсе, адамның қолындағы меншігін емес, жүрегіндегі немесе өзінің бойында табылатын мінезіне қараңыз. Сабырлы ма? Мінез құлқы, ақлағы жөн түзу ма? Ертең сізге тұрмысқа шыққан кезде 2 күннің бірінде қол көтермей ма? Сол мәселеге де өте қатты мән беру керек. Сол себепті неке деген ол сезім оянып, бірден істелінетін нәрсе емес. Ол деген кездесіп, сөйлесіп, талқыға салып, білісіп, көрісіп, сосын барып келісе тұрған нәрсе. Сол үшін жастарға айтайын деген насихатым: асықпаңыздар. Таныңыздар, шариғат тұрғысында болсын. Сосын барып иншалла некелеріңізді қиыңыздар. Осы нәрселерге қатты мән беріңіздер. Еркектерді алданып қалып жатады. Сұлулығына қарап үйленеді, бірақ қараса ешқандай иманы жоқ. Қараса балалары өзін тыңдамайды, әйелі де тыңдамайды. Сөйтіп ешкімге қадір қасиетсіз болып жүрген еркектер де бар. Алла сақтасын. Отбасының бірлігін сақтау үшін осы нәрселерді орындасаңыз, қысқаша түрде бұл да жеткілікті болып есептеледі деп ойлаймын. Келіп түскен сұрақтың бірі: бақыттың кілті исламда дегенді қалай ұғамыз? Және де осы неке мәселесінде ер мен әйелдің өзара қандай міндеттері бар дейді. Алла тағала қасиетті Құран кәрімде айтады: инна дина индаллахил ислам.
Алланың құзырында қабыл болып тұрған дін ол ислам деді. Тағы да бір аятта айтады. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Кімде-кім ислам дінінен басқа дінді іздейтін болса, одан ешнәрсе қабыл етпейді. Әсте ол адам қияметте зардап шегушілерден болады дейді. Сол үшін бақыт исламда деп айтамыз. Кейбір ғалымдарымыз түсіндіреді. Құран кітап ол бейне бір, әлбетте Құран кітап кез келген мысалдардан артық, ұлық кітап. Бірақ біздің ойымызға жету үшін былай. Құран кітап ол сондай, ол бейне бір дәрігердің рецепті сияқты. Дәрігер сізге айтады, міне мынаны істе, мынаны істе, мынаны іш, сол кезде сен жақсы боласың, жазылып кетесің, денсаулығың мықты болады деп айтады. Немесе ал мынаны істеме, мынаған жолама, ауыр көтерме деп айтады. Оларды істеп қоятын болсаң, ауруға ұшырайсың. Алла тағала Құран кәрімде де не деді сізге? Міне осыны істейтін болсаң, осы бұйрықтарды орындайтын болсаң, Құдайға бойсұнатын болсаң, тағы да басқа нәрселер бар, сен бақытты табасың деді. Ал егер де Құдайдың бұйрығынан алыстап, көнбей, өзіңше бір пайымдауыңмен жүре беретін болсаң, онда қайғы қасірет бізден айналып өте алмас ағайын. Сол үшін бақыттың кілті исламда деген осы. Алла тағала Құран кәрімде فَإِذَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, бастарыңа бір сынақ келетін болса, ол сендердің өздеріңнің қолдарыңмен жасап алған істерің. Бәлекет келді, кім кінәлі? Өзіңіз. Тек қана өзіңіз, басқа ешкім емес екен. Бірақ Алла тағала қасиет жаңа Құрандағы аят жалғастырып айтады. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ. Бірақ Алла көбісін кешіріп жатыр дейді. Қараңызшы, Алла көбісін кешіріп жатыр. Алла әрбір қателік үшін сізді жазғырып, сіздің басыңа бейбәлекет жіберіп жатқан жоқ. Сол үшін бақыт исламда. Түсінген адамға, Алланы түсінген адамға. Адамдар мешітке келеді, Емеке, молдеке, жолымызды ашып беріңізші дейді. Мен айтатын едім, ол кісілерге айтамыз да, жолыңызды ашатын да, бөгейтін де өзіңіз. Ашатын да өзіңіз, бөгейтін де өзіңіз. Емеке, менің балама дұға қылып жіберіңізші. Балаңызға сізден артық ешкім жаны аша алмайды. Сол үшін өзіңіз жаны ашыған түрде дұға тілесеңіз, Алла тағала сіздікін қабыл ету мүмкіндігі көбірек ағайын. Сол себепті бақыт исламда. Мұсылман болу қандай ғажап дейді пайғамбарымыз. Қандай ғажап дейді. Басына бір іс түсіп жатса сабырлық қылады. Басына бір жақсы нәрсе келіп жатса шүкіршілік қылады. Ал сабыр қылушы да, шүкіршілік қылушы да ол адамдар жәннатта болып есептеледі. Сол үшін мұсылман болу өте бақытты нәрсе. Осы исламда бақытты сезінсеңіз, Алла тағала сізге кез келген исламның бұйрығын істеуді жеңіл қылып қояды. Мысалға, манағы неке тақырыбына оралатын болсақ, баяғыда әйел адамдардың құрметі жоқ кезде, әйел адамдарды сыйламай жүрген кездерде, әйел адамдардың дәрежесі төмен кезде ислам алды да әйел адам дәрежесін көтерді. Енді әйел адам кім? Әйел адам ана болатын болса, өзінің бала шағасына жәннатқа апаратын есіктің бірі. Қыз болатын болса, ол да жәннатқа апаратын есіктің бірі. Қандай адам болмас, Алла тағала сондай құрметті етіп қойды. Бірінші ананы құрметтеу, ананы құрметтеу, ананы деп. Сол себепті әйел адам өзінің құрметін білу керек. Ер адамның әйел адамның алдында қандай міндеттері бар? Осыған тоқталайықшы. Бірінші Алла тағала وَعَلَى الْمَوْلُودِ كِسْوَتُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ міндетті жүктеді. Сіз оны алдыңыз ба? Я отбасыңызда ер адамға міндет болып табылады. Әйеліне, бала шағасына не? Кисуатухунна, оларды киіндіру, ризқухунна, ризықтарын тауып беру. Әйел адамның алдында, еркектің әйел адам алдында міндеті осы. Оның әуретін жабатындай киімін тауып беру. Оған қарны ашып, аш болмайтындай тамақ тауып беру. Және де оған тұратын, әйтеуір далада ұйықтамайтындай бір баспаналы болу. Бұның барлығы еркек адамның міндеті. Вәлә тәнсә насибакум фид дуния, дүниедегі несібеңді ұмытпа дейді Алла тағала. Әрбір адамның несібесі бар. Отбасында несібесі бар. Ол несібе жатыр. Қай жерде жатқан білмейміз. Еркек адам шығып іздеу керек сол несібені. Қай жерде екен ол несібе? Басқа жерден көріп. Себебі сіз білмейсіз ризық несібеңіз қай жерде жатқан. Ал ол сізден ешқайда кетпейді. Сол үшін де еркек адамның ең алғашқы міндеттері осы. Және де пайғамбарымыз айтады, еркек адамдарға қатысты. Өзің не жесең, соны әйеліңе де жегіз. Өзің не киетін болсан, соны әйеліңе де кигіз. Көпшілік орындарда оны жекіп, ұрсып қатты сөз көтерме. Кейбір кезде болады көпшіліктің көзінше ер адамдар әйел адамдарға айқайлап, өзінің бір үйде бастық екенін көрсеткісі келетіндей бір іспеттес сөздер айтып, өгеш қылық көрсетіп,
сондай әйелінің дәрежесін төмен түсіріп жатады. Бұл баяғы надандылық заманның бір көрінісі болып табылады. Олай істеуге болмайды. Бүкіл шаруашылық ол үйде болу керек. Үйден шықпау керек. Осы нәрсе ең негізгі міндет. Және де қараңызшы, пайғамбар бізде деп отыр, өзі не жейді, соны әйеліне жегізу керек. Өзі не киеді, соны әйеліне кигізу. Кейбір еркектер бар, достарымен жиналып алып, әрдайым жаңағындай кафе жағалап, ресторан жағалап, түрлі асханаларға барып, жейтіні кәуап, түрлі жаңағы палау, жаңағы лағманның түрлері, бірақ әйеліне, үйіне жаңағы баяғы қазақтың ұлттық тамағына айналған рожки вермишельді әкеп қояды да, оны соған разы қылып қояды. Бірақ өз әйелін ешқайда шығармайды, апармайды. Құдай-ау, соған бір көңіл бөлейін деп та ештеңке бермейді. Осы нәрсе қызық болып жатады. Ол нәрсе дұрыс емес. Және де өзің не киесің, соны кигіз дейді. Өзің қымбат бір киім киіп алған екенсің. Үлкен бір кожаный теріден, былғардан болған жаңағындай үлкен плащтар, пәлтешелер киіп аласың да, бірақ әйеліңе жаңағындай жыртықтары болса жамап ал деген сияқты бір ескі, бір анау бастан келе жатқан киімін кигізіп қойып, бірақ өзің әдемі болып киініп алу ол дұрыс емес. Өзің қалай киінесің, соны ұста. Немесе өзің заманға сай етейік. iPhone X деген телефон ұстап алғансың. Мысалға қымбат тұратын, бірақ әйеліңе кішкентай, әйтеуір жаңағындай звондаса болды деген бір ұялы телефон әперіп қойсаң, ол да әділетсіздік. Сол үшін еркектерге айтылатын насихат болса, әділетті қараңыз. Әділетті қараңыз. Өзіңіз, әйеліңіз сұлу болса, сіз де сұлу болыңыз. Немесе кейбір еркектерде мынандай. Әйелі сұлу киіндіріп қояды да, бірақ өзіне қарамай кететін еркектер де бар. Бірақ бұл да дұрыс емес. Ол да дұрыс емес. Сен де әйеліңнің көзінше сұлу болып жүруге тырысу керексің. Абдулла ибн Мас'уд айтады, біз баяғыда үйге келген сәттерімізде есікті қағамыз дейді. Есікті қақпас бұрын өзіміздің үстімізді жөндеп аламыз дейді. Және де есікті қағып қойып сәл күтіп отырамыз дейді. Не үшін? Әйеліміз өзін жөндеп алу үшін дейді. Солайша бір-бірімізді жөнделген күйде, ұйпа-тұйпасыз күйде көреміз. Ал бізде керісінше, үйде қалай болса солай, ал жұртқа шыққан кезде әп-әдемі сәнді болып көрінгіміз келеді. Негізі асылында басқашалай болу керек еді. Яғни ер адамның міндеттері осы болып саналады. Және де тағы да бір айта кететін нәрсе, ер адамдар кейбір сәттерде бір алтын ортаны таба алмай жатады. Алла тағала Құран кәрімде айтады: "Уажалнакум умматун васата". Сендерді бір ортаңғы үммет қылдық дейді. Біреулері әйелдеріне қараймын деп, хадистерге амал жасаймын деп, әйелдерін ханшайымдай қарап отырып, өзінің туған анасын ұмытып кетіп жатқан еркектер бар. Ол дұрыс емес. Ортаны табу керек. Анаңа қарасу керек. Анаңа да көңіл бөлу керек. Әйеліңнен анаңа көңіл бөлуді де талап ету керек. Сол кісілердің қызметінде болу керек. Сол үшін осы нәрсеге қаттырек мән беру керек. Ал енді әйел адамның қандай міндеті бар? Әйел адамның міндеті оп-оңай. Күйеуінің разылығын табу. Күйеуінің разылығын табу. Күйеуінің разылығын тапса, күйеуі әйелімен разы болса, әйелге асылында сол жеткілікті. Сол үшін пайғамбарымыз айтты, қандай да бір әйел, әлбетте Алланың парыздарын, намаз оқса, ораза ұстайтын болса, ұятты жерлерін жауып жүретін болса, күйеуі жоқ сәтте өз үйін қорғаушы болып, және де күйеуінің айтқанын бұлжытпай орындайтын болса деді, ол әйел адам жәннатқа кіреді деді. Сөзсіз жәннатқа кіреді деді. Және де қалаған есігінен кіреді. Қалаған есігінен кіреді. Қаласаңыз, Фирдаус жәннаты сізге ашық болады деген сөз бұл. Қалаған есік деген енді Фирдаусқа кіресің деген сөзді негізі асылында. Сол себепті әйел адамға осы жеткілікті. Бірақ пайғамбарымыз айтады, бірақ көп әйелдер бұны түсіне бермейді дейді. Сол үшін де түсінген әйелдердің қатарынан, түсінген қыз балалардың қатарынан, пайғамбарымыз хадисінде мақтаған, және де сол жәннатқа лайықты болатын қыз балалардың қатарынан болу үшін әйелі күйеуін құрметтеу керек. Ғалымдарымыз айтады, күйеуі әйеліне айтса дейді, бар да бір таудың басына шығып кел, сосын одан түс, сосын қайттан шығып кел, сосын одан түс десе, бір үлкен таудың басына. Неге? Себебі жоқ. Себебі жоқ. Жай, барып келеді. Соны істеу әйел адамға негізі асылында міндет болып табылады екен. Міндет болып табылады екен. Қараңызшы. Сіз дейді, кейбір ғалымдарымыз айтады, мынау парыз оразадан бөлек нәпіл ораза бар да. Нәпіл оразаны әйел адамға күйеуінің рұқсатынсыз ұстауға болмайды дейді. Өйткені күйеуі қайдан білесіз? Ол уақытта оның қалауы басқаша болып қалатын шығар. Сол үшін мен нәпіл ораза ұстасам бола ма деп рұқсат сұрау керек деп айтады да. Басқа бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадис сахих жолмен жететін
Муаз ибн Джабал шет елдерге жіберіліп, сөйтіп оралады, пайғамбарымыздың алдына келіп сәжде қылады бірден. Пайғамбарымыз тұрып, Муазға не істеп жатсың, ширк қылып жатсың ғой деп ұрыспайды, жазғырмайды. Муаз тұр дейді. Муаз тұрады. Не істеп жатсың дейді. Неге олай істедің дейді. Мен шет елдерде көріп едім, басқа діндерде өздерінің имамдарын, өздерінің басшыларын осылай құрметтейді екен адамдар, сәжде қылу арқылы. Сол кезде пайғамбарымыз айтады, бізде сәжде қылу тек Аллаға ғана болады. Бірақ егер де Алладан өзге біреуге тағы да басқаға сәжде қылуға рұқсат етілген кезде, міндетті түрде мен әйелге ол күйеуіне сәжде етуін бұйырар едім дейді. Өйткені ол соған лайықты. Өйткені сондай құрмет көрсетуге күйеуі лайықты. Осылайша тыңдау керекпіз. Сол үшін кейбір кітаптарда да айтылады. Негізі еркекті еркек қылатын әйелдер. Әйелдер тақуа болса, әйелдер күйеуіне бойұсынғыш болса, ақылды болатын болса, онда күйеуі иншалла үлкен жетістіктер жетеді. Сол үшін бір оқиға айтылады. Бір үйленгеннен кейін бір әйел күйеуіне айтқан екен, Құран жаттап жарысайықшы деп. Екеуі жарайды деп Құран жаттап жарысап, 2 жылдың ішінде жігіт Құранды жаттап алады. Сөйтіп бір күні қайын жұртқа барып, әйелінің ата-анасына айтып жатыр дейді, біз сіздердің қыздарыңызбен бәстескенбіз. Кім бірінші Құран жаттайды деп. Сіздердің қыздарыңыз жеңіліп қалды, мен жеңдім. Мен бірінші Құран жаттап алдым десе, мана қыз баланың әке-шешесі көріп, біздің қызымыз әуелден Құранды жатқа білетін еді дейді. Сөйтсе, күйеуін не істеген екен? Құран жаттауға итермелеген қыз бала екен, әйел адам екен. Ол ақылды әйел адамда. Ақылды болу керек. Сол үшін да Имам Әл-Ғазали айтады, қандай әйелді алу керексіздер дейді. Еркектерге кеңес дейді. Ақылдысына қараңдар дейді. Ақылды әйел адам иманы мен ақылы үлесетін болса, ол сізді жоғары жаққа жетелейді. Ал егер иман жоқ, ақыл болатын болса, ол да дұрыс емес. Иманы бар, ақылсыз болатын болса, ол да дұрыс емес. Екеуінде болғаны жақсы. Бірақ иманы болса, ол әлбетте керемет. Сол себепті әйел адам күйеуіне бойсын деді. Ол міндет, парыз да. Ол Алланың бұйрығы. Енді мен айтайын деп жатқан насихат, Алланың бұйрығында берекет бар. Алланың бұйрығында берекет бар. Қыз балалар осыңыз біліңіздер. Алла тағала хаким. Алла тағала дана. Әр нәрсені өз орнына қоюшы. Сіз осыны біліп тұрып істейтін болсаңыз, күйеуіңізді тыңдасаңыз, Алла тағала отбасыңызда берекет береді. Бірақ күйеу де өзінің міндеттерін білу керек. Алла разы болсын. Ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.